Али Баба мен 40 қарақшы. Персия елінің бір қаласында екі ағайынды өмір сүріпті. Біріншісінің аты Қасым, ал екіншісі Али Баба болыпты. Қасым саудагер, байдың қызына үйленіпті. Өмірі ойындағыдай болып, бай қуатты өмір сүріпті. Ал Али Бабаның әйелі керісінше кедей отбасынан шыққан еді. Екеуі отын шауып, оны сатып күн көріпті. Сонда да олар кедей болып өмір сүріпті. Бір күні Али Баба есегіне мініп, орманға отын шабуға барады. Кенет ат тұяғының дыбысын естіпті. Бұл қарақшылар шығар деп ойлайды. Али Баба қорқып кетіп, есегін тастың артына жасырып қойып, өз ағаштың басына шықты. Жан-жағына қарап, не болып жатқанын бақылап тұрды. Көп ұзамай 40 атты тоқтай, олар көп қазына туралы айқайлап сөйлесті. Сөйтсе, олар қарақшылар екен. Заттарын бір үлкен тас алдына әкеліп, сол кезде басшысы «Сезам, ашыл!» деп айқайлайды. Сол кезде тастан есік ашылды. Ішінде кең үңгір бар еді. Есіктен өтіп, қарақшылар ішке кірді. Сосын есік жабылды. Біраз уақыттан кейін олар қайта шықты. Басшысы тағы «Сезам, жабыл!» деп еді. Үңгірдің есігі жабылды. Артынша 40 қарақшы кетіп қалды. Али Баба болса таң қалды. Қарақшылар алыстағанда, ол тез үңгір қасына жүгіре айқайлады. «Сезам, ашыл!» Аузынан сөз шыққан сәтте-ақ үңгірдің тас есігі ашылды. Үңгір толған жібек, алтын, күміс еді. Және бәрі жарқырап тұрды. Али Баба қуана қолына қап ала, алтын теңгелерді салды. Үңгірден есегін ерте шықты. «Сезам, жабыл!» деп еді. Есік жабылды. Али Баба үйіне алтындарды алып келіп, бәрін әйеліне айтып берді. Бұны естіп әйелі қатты қуанды. Екеуі алтындарды жақсылап жасырды. Біраз уақыттан кейін Қасым бауырының байығанын білді. Ол болса өте аш көз еді. Қулықпен ол да құпия сөзді үйреніп алды да 12 есегін алып үңгірге барды. «Сезам, ашыл!» деді де үңгірдің тас есігі ашылды. Үңгірдегі қазынаны көріп, Қасым қатты қуанды. Ол қаптарға алтын толтырды. Бірақ қайтып шығатын сөзді ұмытып қалды. Қасым айғайлай «Арпа, ашыл!» деп еді. Бірақ қақпа ашылмады. Сол сәтте қарақшылар қайтып келді. Олар Қасымды ұстап өлтірді. Түнде Али Баба ағасын іздеп үңгірге келді. Үңгірден ағасының денесін тауып, қатты жылады. Біраз уақыттан соң оны ауылға апарып жерледі. Бірақ бірнеше күннен соң қарақшылар Қасымның денесінің жоғалып кеткенін көрді. Олар болса, оның сыбайласы бар деп ойлап, сөйтіп кек алмақ болды. Қарақшылардың бірі саудагер болып киініп, қалаға келіп,
Ол Али Бабаның үйін тауып, есігіне бор мен белгі қойды. Кейіннен бұл жаңалықпен бөлісу үшін қайта оралды. Бірақ ақылды қызметші қыз Маржан мұны байқап қойып еді. Ол ақылдылығымен ерекшеленетін. Ол қолына бор алып, көршілердің бәрінің есігіне дәл сондай белгі салып қойды. Сол түні қарақшылар келіп, барлық үйде белгі тұрғанын көріп, қай үй екенін ажырата алмай, ашуланып қайта оралыпты. Келесі күні қарақшылар басшысы қалаға басқа қарақшыны жіберді. Қарақшы қайтадан қызыл белгі салып еді. Маржан әрдайым айласын асырып отырды. Әрдайым бәріне бірдей белгі салды. Қарақшылар қайтадан жеңіліске ұшырады. Ақымақтар, ақыры қарақшылар басшысы өзі келді. Ол Али Бабаның үйін тауып, жасырын түрде үйін бақылады. Шатаспағанына көзі жетті. Бір күні ол саудагер болып, Али Бабадан қонаққа түнеуге рұқсат сұрады. Өзімен есектерге тиеген үлкен 40 құмыралар болды. Оның үшеуінде ғана май, қалғандарында қарақшылар жасырынған еді. Али Баба меймандос адам еді. Қонақ келгеніне қуанып, құмыраларды қораға қойғызып, үйіне түнет. Кешке Маржан құмыралардың жанынан өтіп бара жатып, ішінен сыбыр естіді. «Қашан шығамыз, бастық?» деген. Маржан бәрін түсінді. Ол даусын жуандатып, «Әлі уақыт емес», деді. Дереу қазанға май қайнатып, құмыралардың ішіне құйып жіберді. Түнде бәрі ұйқыға кеткенде, қарақшы басшысы сарайға келіп еді. Қарақшылардың бәрі қаза болғанын көрді. Тек ол ғана аман қалып, қолға түсіп қалмайын деп қашып, бірақ ол кек алуды ойлады. Кейін ол Хасан деген саудагер болып қайта оралды. Кейіннен Қасымның баласымен достасып алды. Ол Али Бабаны қайта алдады. Солай ол Али Бабаның үйіне қонаққа шақырылды. Ішіне қысқа қылыш жасырып алған еді. Салып алу себебі Али Бабаны өлтіру еді. Кенеттен ақылды Маржан мұны да сезді. Және кім екенін таныған еді. Бұл болса, қожайынын қорғайын деген ойы еді. Ол би киімін киіп, қолына жасырын қанжар алды. Қонақтарға би билеп жүріп, қыздың биіне таңданған қарақшы басшысы қатты қызыққаны сонша, кенеттен Маржан қылышын суырып, қарақшылар басшысын өлтірді. Осылайша шындық ашылған еді. Али Баба Маржанның ерлігіне қатты риза болды. Тек қана алтын бұйымдар сыйлап қоймай, ол қызды ұлына қалыңдық етіп айттырды. Содан бері олар бақытты да тату тәтті өмір сүріп келеді. Қарақшылар енді оларды мазаламады.